Үкіметтік емес ұйымдарға арналған грант ұғымы. Үкіметтік емес ұйымдарға арналған грант дегеніміз қағидалардың 15-ші тармағына сәйкес азаматтық бастамаларды қолдау, үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін, әлеуметтік саланы дамытудың өзекті мәселелерін шешуге тарту мақсатында оператор үкіметтік емес ұйымдарға беретін қаражат болып табылады. Гранттар түрлері. Бірінші, бюджет қаражаты есебінен берілетін мемлекеттік гранттар. Бюджеттеудің екі деңгейі бар: жергілікті және республикалық. Екінші, бюджеттен тыс қаржыландыру көздерінен берілетін мемлекеттік емес гранттар. Атап айтқанда, жеке сектор өкілдерінен, халықаралық және шетелдік донорлардан. Осы білім беру модулінде біз үкіметтік емес ұйымдар үшін мемлекеттік гранттар туралы айтатын боламыз. Гранттардың салалары мен түрлері. Заңның 5-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес мемлекеттік гранттар 16 сала бойынша жүзеге асырылады. Бірінші, білім, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу. Екінші, азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау. Үшінші, қоршаған ортаны қорғау. Төртінші, жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау. Бесінші, отбасылық, демографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге жәрдемдесу. Алтыншы, халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау. Жетінші, жетім балаларға, толық емес және көп балалы отбасылардан шыққан балаларға көмек. Сегізінші, халықты еңбекпен қамтуды қамтамасыз етуге жәрдемдесу. Тоғызыншы, азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау. Оныншы, мәдениет пен өнерді дамыту. 11-ші, тарихи мәдени мұраны қорғау. 12-ші, қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту. 13-ші, пробация қызметтеріне, олардың есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік құқықтық көмек көрсету кезінде жәрдемдесу. 14-ші, мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу. 15-ші, азаматтық қоғамның дамуына, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу. Және 16-шы, еріктілердің бастамаларын дамыту және қолдау. Мемлекеттік гранттар мынадай түрлерге бөлінеді. Бірінші, қысқа мерзімді гранттар. Іске асыру мерзімі 3 айдан 1 жылға дейін. Қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде 500 еселенген мөлшерден аспайтын және 3 еселенген мөлшерінен кем емес. Аудандық маңызы бар кемінде бір қаланың немесе ауылдың, немесе кенттің, немесе ауылдық округтың аумағында жергілікті мәселелерді шешу. Орта мерзімді гранттар. Іске асыру мерзімі 1 жылдан 2 жылға дейін. Қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде 3000 еселенген мөлшерінен кем емес және 10.000 еселенген мөлшерінен аспайды. Кемінде 2 облыстың және республикалық маңызы бар қаланың және Астана аумағындағы өңірлік міндеттерді шешу. Ұзақ мерзімді гранттар. Іске асыру мерзімі 2 жылдан 3 жылға дейін. Қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде 10.000 еселенген мөлшерінен кем емес. Кемінде 10 облыстың және республикалық маңызы бар қаланың және Астана аумағында іске асырылатын республикалық міндеттерді шешу. Бірнеше компоненттерден және қызметтерден тұратын іс-шаралар кешені.